Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мұражай туралы және тарихи ескерткіштер туралы мағлұмат алайын деп едім. Біздің мұражайымызда қажетті ақпараттарды бәрін беруге болады. Бұл мұражай қай жылдан бері жұмыс істейді? Біздің мұражай аудандық тарихи өлкетану музейі деп аталады. 1995 жылдан бері жұмыс істейді. Мұражайда қандай тарихи тұлғалар туралы мағлұматтар бар? Біздің мұражайда Кенен Әзірбаев, Ноғайбай би, Өтеген батыр, Ырза Қонақова, тағы басқа да көптеген ақын жазушылар, спортшылар және ғалымдар туралы мағлұматтар көптеп жинақталған. Соның ішінде Ноғайбай би туралы айтып кетсеңіз. Ноғайбай би біздің ауданнан шыққан би, қазаққа танымал би болғандықтан ол кісіге арналған арнайы стендіміз бар. Мұны көріп тұрғандай, ол кісінің өмір жолы, өмірбаяны және сол кісіге арналған мәліметтер көптеп жинақталған. Қордай ауылының тарихи ескерткіштер туралы мәліметтер берсеңіз. Қордай ауданы бойынша жалпы 225 ескерткіштер бар болса, соның 41-і қала құрылысы және сәулет ескерткіштері. Ол дегеніміз белгілі бір тарихи тұлғалар және тарихи оқиғаларға қатысты жасалған монументалды белгілер. Сұхбатыңызға рахмет.